Барлықтарыңа сәлем, сіздермен мен Диас Маратұлы. Бүгін мен сіздерге тригонометрия тақырыбын нөлден бастап толық түсіндіретін боламын. Біз бүгінгі сабақта тригонометрияның негізгі ұғымдарымен танысатын боламыз. Одан кейін бұрыштың өлшем бірліктерімен және бірлік шеңбер салуды және соған байланысты градус өлшемдерді енгізуді және де осы тригонометрияның геометриялық мағынасын сіздерге толық түсіндіретін боламын. Ал дайын болсақ, бисмилля деп кеттік. Бізде алғашқы тригонометрия дегеніміз үш бұрыштар мен бұрыштар арасындағы қатынастарды зерттейтін математиканың бөлімі деп аталады. Яғни біз бұрыш дегеніміз бір нүктеден шыққан екі сәуле арасындағы кеңістік. Мысалға кез келген бір нүктені аламыз. Осыған кез келген бағытқа байланысты екі бір сәуле жүргізетін болсам, осының арасындағы кеңістікті мен бұрыш деп атайды екенмін. Бұрыштың бізде мынандай түрлері бар. Бірінші, сүйір бұрыш деген нәрсе бар. Ол дегеніміз 0 градустан басталып бізге 90 градустың арасында жататын, мысалға 30 градус немесе 45 градус немесе там қанша градус 90-ға жетпейтін болса 87 деген градус секілді осы градустағы мәндерді біз сүйір бұрыш деп атайды екенбіз. Келесі, тік бұрыш деген ұғым бар. Ол 90 градус болатын бізге бұрыштарды тік бұрыш деп атайды екенбіз. Келесі, доғал бұрыш дегеніміз осы 90 градустан үлкен болатын болса бізге альфа деген градусымыз, ол бізге доғал бұрыш деп аталады. Және бізде 180 градус деген бар, жазыңқы бұрыш. Ол кәдімгі түзу сызық секілді беріледі. Осының градустық өлшем бірлігі бізде 180 градусқа тең болады екен. Яғни оны біз жазыңқы бұрыш деп атаймыз. Ал егер толық бір шеңбер айналып келетін болса, осы толық бір шеңбер айналып келген болса, осыны біз не істейміз? 360 градус деп біз толық бір шеңбер деп атайды екенбіз. Келесі, енді осы градустарды бізде радиан деген ұғым болады. Яғни айтады, тригонометрияда бұрыштарды екі бірлікпен өлшенеді. Біріншісі градуспен, екіншісі радианмен. Яғни пи деген сан қосылатын болса, яғни айтады, бір толық шеңбер айналғанымыз жаңа айтты мен 360 градусқа тең. Ал ол 360 градус дегенім ол менде 2 пиға тең болады. Яғни бұл жерде пи дегенім демек менде қаншаға тең? 180 градусқа тең екен. Демек мынандай бір шеңбер алатын болсақ, біз именно мына нүктеміз нөлден басталады. Осы бір шеңбер айналып келетін болса, мысалға футбол полясын алатын болсақ, шеңбер немесе андай спортсмендер жүгіреді ғой, сол шеңберді айналып жүгірген кезде бір круг, екі круг, бір айналым, екі айналым деген секілді айналып келген болатын болса, ол бізде 360 градусқа тең болады. Келесі, 180 градусымыз пи деген радианға тең. Ал 90 дегеніміз осы пи деген радианды 2-ге бөлетін пи бөлінген 2 деп жазамыз. Келесі, бізде 1 градусты радианға айналдыратын болсақ, пи бөлінген 180-ге көбейтеміз. Мысалға 30 градусты радианға айналдыр дейтін болса, мен оны пи бөлінген 180-ге көбейтемін. Сонда 30-ды 30-ға бөлсем 1, 180-ді 30-ға бөлсем менде 6 шығатты. Демек, пи бөлінген 6 деген менде 30 градусқа тең екен. Ал керісінше радианды біз градусқа айналдыратын болсақ, 180 бөлінген пиға көбейтеміз. Мысалға менде пи бөлінген 4 деген радиан берілетін болса, осыны градусқа айналдырды. Демек, оны біз не істейміз? 180 бөлінген пиға көбейтемін. Пи мен пи қысқарады. 180-ді 4-ге бөлетін болса, менде 45 деген градус шығады. Вот, демек бізде пи бөлінген 4 дегенде 45 градус қылып жазсам болады, немесе 45 градусты пи бөлінген 4 қылып жазсам болады екен. Енді осы қажет формулары жаңа айттым, радианды градусқа айналдыру болатын болса, біз градусты бетемізді пи бөлінген 180-ге көбейтемін дедім. Ал керісінше градусты радианға айналдыратын болсақ, біз оны 180 бөлінген пиға көбейтеді екенбіз. Бұл жерде пи деген бұл математикалық тұрақ, яғни нақты сан. Яғни ол шеңбердің ұзындығының оның диаметріне қатынасын білдіреді. Демек, қарайтын болсақ, мынандай шеңбердің ұзындығы бар емес, осы жалпы шеңбердің сыртындағы ұзындықты біз мынандай диаметрге бөлетін болсақ, бізге пи деген сан шығады. Оның нақты жуықтап алатын мәні негізі көбінесе 3,14 деп алады, ал бірақ ол негізінде өте ұзақ шексіз кете беретін цифр, яғни біз оны жуықтап 3,14 немесе пи жуықтап алған кезде 3-ке тең деп ала береді екенбіз. Енді бізде бірлік шеңбер деген ұғым бар осы тригонометрияда. Яғни бірлік шеңбер дегеніміз координаталық жазықтықта, x пен y жазықтығында о деген мысалға 0-0 бас нүктесі болатын, сол жерден осы жерден бастап 1 деген радиусқа тең болатын шеңберді бірлік шеңберді атаймыз. О 1 деген сол мысалға 1 болады, осының ұзындығы. Мына жақтың да ұзындығы 1, оң жаққа да, сол жаққа да, төменге де, жоғарыға да көтеретін болсақ, барлық жақта 1 деген радиусқа тең осы шеңберді бірлік шеңбер деп атайды екенбіз. Енді былай істеп көрсетейін.
бізге айтады әр бұрыш стандарт түрде x өсінен бастап сағат тіліне қарсы бағытта өлшенеді дейді. Давайте сіздерге былай көрсетейін. Мысалға бізге 0 деген градус бар. 0 деген градус бізде міне x өсінен бастап, міне x-дің оң жағында бастап, ол бізде 0 градус деп басталады. Сосын барып жоғары сағат тіліне қарама қарсы бағыт сызамын. Бізде сағат тілі былай айналады ғой, мысалға 1, 2, 3 деген секілді. Сол сағат тіліне қарама қарсы бағытта бізге жүреді екен. Яғни 0 градус, одан кейін барып мына жерде 30 градус, 45 градус, осылай не істейді, ол 60 градус деген секілді. Мына бір тік 90 градусымыз бізге қаншаға тең? Бізге ол 90 градусқа тең. Ал енді 90 градустан ары қарай асады да, там қанша болады? Мысалға 120 градус бар, мына жақта 135 градус деген секілді. Біз мына жақта не істейміз? 150 градус, и бізде жазыңқы бұрыш деген бар. Жаңа айттым, жазыңқы бұрыштың майна қаншаға тең еді? 180-ге. Демек, мына жеріміз бізге 180. Одан кейін болса кете береді да, ең төменгі бөлігі 270 деген градус. Демек, әр 90-ға 90 қоссам 180, 180-ге 90 қоссам 270 деген секілді әр 90 градусты, яғни шеңберді 4-ке осылай бөледі екенбіз. Келесі мысалға мынаны 200 градус дейін, 250 дейін, мысалға 260 дейтін болсақ, мына жақ 270 болады. Кейін 300 десем болады, 310 десем болады, и ол бір шеңбер айналып келетін болса, менде қаншаға тең еді? Менде 360-қа тең еді. Сонда мына тұрған нүктеге бір шеңбер бұлай айналып келетін болса, ол менде не істейді? 360 градусқа тең болады екен. Ал егер ол бізге мысалға бағана кругты екі айналым жасайтын болса, 360 деген градусқа тағы да 360 градусты қосатын болса, менде 720 градус деген мәнде тоже ол 0-ге тең, немесе 360-ға тең, немесе таңғы осылай кете береді. Демек, оның шеңбердің периодтылығы 360 градус былай айналып кете береді екен. Ал енді тағы да бір нәрсе бар. Бізге градустардың мәнін кері жазуға болады. Мысалға, біз нүктені 0-ден басталады дедік қой. Ал енді осында сағат тілімен бағыттас қылатын болсақ, демек, ол мына жақта біз керісінше минус 30 градус деп жазамын. Минус 45 градус төменге қарай, то есть сағат тілімен бағыт болатын болса, ол теріс мәнді болады. Минус 60 градус, и сол кезде тік бұрышты бұрышымыз бізде минус 90 градусқа тең. Тура соған сәйкесінше минус 180 градус болады. Жоғарғысы минус 270, и ол кері айналатын болса, минус 360 градусты ол артқа қарай айналған деген сөз екен. Енді бірлік шеңбер бойындағы кез келген нүкте координаталар арқылы беріледі. Яғни бұл тригонометриялық функциялардың геометриялық мағынасы деп аталады. Мысалға, мынандай бірлік шеңберді 4 ширекке бөлейік. 1, 2, 3, және де 4 деп осылай біз бірлік шеңберді 4 ширекке бөлеміз. Демек қарайық, бізге 0 градустан басталып, жоғарғы нүктесі 90 градус деп айттым ғой жаңа. Демек, 0-ден бастап 90 градусқа дейінгі аралықтар менде бірінші ширек деп аталады екен. Келесі 90 градуспен мына жердегі 180 градусқа дейінгі аралық, бізге кез келген мән болады. Мысалға 150 деген градусты алатын болсақ, ол менде екінші ширекте жатады екен. Келесі 180-нен бастап бүйтіп келеді да, бізде қанша градус еді? 270 деген градус. Осы 180-нен бастап 270 градусқа шейінгі аралықты біз үшінші ширекке жатқызады екенбіз. И одан кейін барып 270 градустан мына жаққа не істейді? Ол 360 градусқа дейінгі бізге төртінші ширек бола салады екен. Все, бұл ширекпен таныстық. Демек, бізге келесі осы ширектің таңбалары бар. Яғни косинустың минус таңбасы, плюс таңбасы деген секілді осы ширекке байланысты. Мысалға айта кетейін. X деген координата ол косинус x пен белгілі, ал y деген координата ол синус x-тің мәніне сәйкес. Мысалға қарайық. Біріншісі косинусты қарайтын болсақ, міне x өсі дегеніміз, x өсі мынау емес па? Демек, осыған байланысты x өсіне 1-ді саламын, 0 және минус 1-ді салатын болсақ, қарайық. 0-ден жоғары сандар, мысалға 0,1, 0,2, 0,9 деген секілді болады ғой. Ол бізге 0-ден үлкен, яғни оң таңба. Демек, осы 0-ден үлкен болатын болса, осының екі ширегі, мысалға бірінші ширек, мынау бізде төртінші ширек. Осы 1 мен 4-ші ширектегі таңбалары плюс болады. Ал тура соған сәйкесінше, мысалы 0-ден кіші болатын болса, там минус 0,5, там минус 0,9, минус 1-ге шейінгі аралықтардың барлығы біз минус деп осылай белгілейді екенбіз. Ал енді сіздерге синусты көрсетейін. Ол синусына y өсі бойынша анықталады. Яғни y өсіне жоғарғысына 1, ортасына 0 және астына минус 1 дейтін болсақ, бізге 0-ден үлкен сандар тура жаңадай 0-ден үлкен 0,1, 0,2 үстіп келеді, 0,5, 0,9 деп бірге шейінгі аралықтар менде 0-ден үлкен. Яғни оң сандар.
Оң сандарды біз плюс деген таңбамен белгілейміз. Демек, бірінші және екінші шиеліктегі таңбалары оң, ал 3 пен 4-те менде теріс таңба болады екен. Ал келесі тангенс пен котангенс деген ұғым бар. Бізге оны былай кетейін. Тангенс дегенім ол синустың косинусқа қатынасы. Ал керісінше котангенс дегенім ол бізге не болады? Керісінше косинустың бізге неге қатынасы болады? Синусқа қатынасы болады. Яғни қарайтын болсақ бізде с, яғни котангенсте к деген бізде не басталатын болса, ол жоғарғысында косинус деп бөлінеді. Ал кәдімгі тангенс болатын болса, ол синус деп бізге осылай жаттап алады екенбіз. Ал оның таңбалары, шиеліктегі таңбалары мына жақта плюс болады. Мына жақта плюс, минус деп қоя салады екенбіз. То есть бізде қарайық. Бірінші шиелікте плюс таңба, екінші шиелікте минус, үшіншісінде плюс, төртіншісінде минус деген секілді осылай анықтай салады екенбіз. Келесі менде осы синус косинусқа байланысты дербес мәндер бар. Яғни синус 30 градустағы мәні, тангенс 60 градуста деген секілді. Мысалға қарайтын болсақ, синус 0 градуста ол бізге 0-ге тең. Синус 30 градуста менде 1 бөлінген 2-ге тең деген секілді осындай дербес мәндер бар. Ал осыны оңай жаттау керектігін бір әдісін көрсетейін. Мысалға, синус пен, мына жаққа синус x пен мына жаққа косинус x деп жазып қойын. И там градустық мәндер бар. 0, 30, 45, одан кейін 60 градус және 90 градустық мәндер бар. Осыған кесте жүргізейік міне. Бұлай бір 5 кесте жүргізейін. Осы 5 кесте жүргізіп алғаннан кейін, мына жақта синусты бөлек бөліп қойын и косинусты бөлек бөліп алайын. Енді осының мәндерін былай істейміз. Барлығына бөлшексіз шығам. Міне бөлшек сан. И оның барлығын 2-ге бөліп шығам. Міне барлығын 2-ге бөліп шығады екен. Өйстіп 2 деген сан тұрады міндетті түрде. И жоғарғы бөлігіне түбірасты қойып шығам. Міне барлығына түбірасты қоя саламыз. Болды. Сөйтіп барлығына түбірасты қойып болғаннан кейін менде қызық басталады. Синуста 0, 1, 2, 3, 4 дейсіздер. Ал косинуста керісінше 0, 1, 2, 3, 4 дейсіздер. Сол кезде міне былай шығады. Түбірасты 0 дегеннен 0 шығады. Ал 0-ді 2-ге бөлетін болсақ, бізде по-любому қанша шығады? 0 деген шығады. Келесі синус 30 градустағы түбірасты 1-ден 1 шығады. Демек өзде 1 бөлінген 2 деген мәні дұрыс болады екен. Ал 45 градустағы мәні тура осылай қалады. 60 градустағы мәні де осылай қалады. Ал 90 градустағы мәнін қарайтын болсақ, түбірасты 4-тен ол 2-нің квадраты бізге 4-ті береді. Демек түбірасты 4-тен 2 шығады. 2-ні 2-ге бөлетін болсақ, 1 деген мәнді аламыз. Демек осылай жаттап ала салуға болады. Косинуста тура осылай. Мына жақта 0 болады, 2-ден 1 болады, мына өзі қалады 2-і, и түбірасты 4-тен 2 шығады дедім. 2-ні 2-ге бөлсек бізде 1 деген мән шыға салады. Вот міне, тура осы кестеге бізге сәйкес келеді екен. Енді тағы да бір нәрсе бар. Тангенс пен котангенстің мәнін қалай осылай тез жаттауға болады дейтін болсаңыздар, біз просто так не істейміз. Осы тангенс дегеніміз, бағана айттым, синус пен косинустың қатынасы дедім. Демек біз синус 30 градустың мәнін білдік уже, косинустың 30 градустың мәнін білдік. Демек бір-біріне бөле салсақ болды екен. Мысалға былай істеп көрейін. Тангенс 0 градустың мәнін анықтайтын болсақ, біз синус 0 градустағы мәнін косинус 0 градустағы мәніне бөлем. Демек, синус 0 градуста менде 0-ге тең, ал косинус 0 градуста 1-ге тең. 0-ді 1-ге бөлетін болсам, 0 деген сан шығады. Демек, тангенс 0 градуста менде 0-ге тең. Бірақ бізде нәрсе бар. Котангенстің мәні 0 градуста анықталмағандық деген нәрсе бар. Ол қалай шығады десеңіздер, былай. Котангенс 0 градуста жазам. Ол косинустың неге қатынасы? Косинус 0 градустың бізге синус 0 градусқа қатынасы. Демек, 1-ді 0-ге бөлді тұр. Бірақ менде математикада мынандай ұғым бар. Санды 0-ге бөлуге болмайды деген ұғым бар. Демек, санды 0-ге бөлуге болатын болса, ол менде жауабы шексіздік шығады, немесе анықталмағандық деп жазып қойсақ болады екен. Енді келесі осы тікбұрышты үшбұрыш арқылы тригонометрияны сіздерге түсіндірейін. Мысалға айтады, егер үшбұрыштың бір бұрышы тік 90 градус болатын болса, келесі қатынастар орындалады дейді. Яғни мына бір бұрышын біз С деген қабырғасын 90 градус деп алатын болсақ, және кез келген бір қабырғаны, яғни соның арасындағы бұрышты біз альфа деп белгілейік. Мысалға ол жоғарыда болсын немесе төменде болсын деген секілді. Бізге айтады, егер синус альфа дегеніміз осы тікбұрышты үшбұрыш бойынша қарсы жатқан катеттің гипотенузаға қатынасы. Демек, мына альфа бұрышын мен алатын болсақ, осыған қарсы жатқан катетіміз А-ға тең,
И оны біз не істейміз? Гипотенуза деген ең ұзын, ең үлкен қабырғасын біз гипотенуза деп атаймыз. Ал оған мысалына бұрыштың жанындағы іргелес жатқан катет дейді, ал оған қарама-қарсы жатқан катет ол тоже қарсы жатқан катет деп аталады. Демек мысалға былай түсіндірейін. Үшбұрыш берілген, қабырғалары 5, мынау бізге 3 болсын, мынау 4 деп берілсін. Демек осының арасындағы бір альфа деген бұрыштың мәнін тап дейтін болса, ол бізге неге тең болады? Қарсы жатқан қабырғаның, яғни қарсы жатқан катеттің 3 дегеннің гипотенузаға қатынасы. Демек 3 бөлінген 5 деген бізде синус альфаның мәні болады екен. Вот оп оңайға. Ал косинус дегеніміз керісінше іргелес жатқан катеттің, міне косинус деген алатын болсақ, іргелес жатқан катеттің гипотенузаға қатынасы. То есть менде не істеймін? Бұны с-ға бөлетін болсам, 4 деген қабырғаны үшбұрыштың, мен 5 деген ұзындыққа бөлетін болсам, ол менде косинустың мәні береді екен. Ал енді тура осыған сәйкесінше тангенс котангенсті де таба аламыз. Мысалға, тангенс дегенім қарсы жатқан катеттің іргелес жатқан катетке қатынасы. Қарайық, мына альфа бұрышының тангенсін тап дейтін болса, осыны бүйт аламыз да, қарсы жатқан бұрыш бар емес, то есть қабырға бар емес па, осыны бүйтемді жанында жатқан катетке бөле салам. Демек біз оның мәні аны б-ға бөл деген сөз, міне ол 3-ті бөл дейді 4-ке. Ал котангенс дегеніміз керісінше бірінші жанында жатқан нені бөлемін, катетті, и оны қарсы жатқан катетке бөле салады екен. Вот демек ол бізде 4 бөлінген 3. Яғни бұны қалай оңай жаттаймын дейтін болсаңыздар, мынандай әдіс бар. Қарай. Косинустан қарсы жатқан катетті қай кезде жазам, іргелес жатқан катетті қай жерде жазам дейтін болсаңыздар, былай жаттайсыздар. Мына жерде косинус дегеннің алдында бізге қандай бар? Ко деген приставка басталады, яғни косинус деп басталады. Яғни ко деген сөз бізге там көрші деген сөзбен сәл ұқсайды, дұрыс па? Там косинус болатын болса, мына жақта көрші деген сияқты, яғни сосед десек те болады, солай сәйкес келеді. Демек, бізге не үшін айтып жатыр десеңіздер, былай болады. Мына бұрышты аламыз. Бірінші бізге іргелес жатқан катет дегенде, іргелес деген сөздің өзі жанында жатқан немесе көрші жатқан катет деп сәйкес келеді ғой. Демек, косинус деп басталатын болса, ол көрші жатқан, іргелес жатқанда өшіп тастаса да, көрші деп жаттап алсаңыздар болады. Сонда көрші жатқан катеттің неге қатынасы? Гипотенузаға қатынасы деп жаттайсыздар. Ал мына жақта тоже бар. Котангенс дегенде тоже котангенс деп басталады. Демек, ол жақта да ко деген приставка бар. Демек, ол бізде былай болады. Ко деп басталатын болса, көрші жатқан деп басталады. Міне көрші жатқан катеттің қасы жатқан катетке деген сөз осылай жаттап алсақ, қалған екеуі оңай ғой, соны просто керісінше басталады. Және бізде тағы не нәрсе бар? Синус, косинус, тангенс, котангенс деп білдік. Енді бізде Пифагор теоремасы деген бар. Пифагор теоремасы ол, мысалы, мына екі қабырғаның, мына екі катеттерінің квадраттарының қосындысы, міне а квадрат пен б квадраттың қосындысы менде ең ұзын қабырға бар емес па? Осының квадратына тең болады екен. Мысалға ол қай кезде қолданады? Мысалға бір қабырғасы берілмесіндер. Мысалға 4, 3 деп берілген болса, екі қабырғасы 3 бұрыштың 3-ші қабырғасын тап дейді. 3 бұрыштың 3-ші қабырғасы не үшін керек деп алсаңыздар, ол бізге мынау синус, косинус, тангенс, котангенс тапқан кезде бізге керек болады. Яғни гипотенузаға қатынасы деген сөзден. Демек, Пифагор теоремасы арқылы жазам. Бірінші, міне а квадраттың орнына 4-тің квадратын жазам. Б квадраттың орнына 3-тің квадратын жазатын болсам, ол менде с квадратқа тең. 4-тің квадраты 16, 3-ті квадрат деген 3-ті 3-ке көбейтетін болсам 9-ға тең. Ал 16-ға 9-ды қоссам 25. Демек, с квадрат дегенім 25-ке теңетін болса, с-ны біз не істейміз? Түбірасты 25-ке теңестіреміз. Түбірасты 25-тен менде 5 деген сан шығады. Вот міне, 3 бұрыштың 3-ші қабырғасы менде 5-ке тең. Демек, мына альфа бұрышы бойынша мен синусын, косинусын осы гипотенуза арқылы тауып ала салады екен. Осымен біздің тригонометриялық негізгі ұғымдармен танысып алдық. Бірлік шеңберді қалай сызуды, дербес мәндерін, тағы да осындай секілді тікбұрышты үшбұрыш арқылы синус дегенімізіне, косинус дегеніне барлығын түсініп алдық деп ойлаймын. Және осы тригонометрияға байланысты неше түрлі өте көп формула бар. Яғни синусты қай кезде косинус деп жаза аламыз, немесе синус пен косинустың қосындысы қай кезде бірге тең болады, тангенс пен котангенстің деген секілді өте көп формулалар бар. Және сол формулаларды оңай түсіну үшін бізде инфология деген курс бар. Яғни математикадан және информатикадан ұбт-ға дайындаймыз. Мына тұрған нөмірге WhatsApp-қа жазсаңыздар, немесе хабарлассаңыздар, сізге менеджерлер толық ақпарат береді. Егер видео пайдалы болатын болса, тригонометрияны басынан бастап түсінген болсаңыздар, онда осы видеоға лайк бас және комментарий жаз, және парақшаға тіркелуді ұмытпа. Толық ақпарат алу үшін төмендегі сілтемеге өтсең болды. Сіздермен байланыста болған мен
мен Диас ағайларың. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар.